Қазақта ертеден келе жатқан жетіге тиіспе дейтін тыйым бар. Кейін ол бүтінге айтылмай, шашырап, жеке-жеке айтылатын болды. Бірақ мағынасын жоймай, тыйым күйінде қалды. Сол тыйымдар ғасырлардан жалғасып, дәстүрге айналып, қаншама ұрпақты тәрбиеледі. Ол тыйымдар мыналар. Бірінші тыйым, жазғытұрым жаңадан көктеп, келе жатқан өсімдікке тиіспе. Яғни көкті жұлма, ағаштарды текке сындырма. Көк шөп жердің әсем көркі болумен бірге, көптеген жан-жануарлардың жердегі ризығы, қорек, азығы. Құдай бір үшін бірін жаратқан. Тіршілік көзі, көбінесе төрттілік малмен байланысатын, көшпенділер үшін өсімдік әлемінің маңызы зор болған. Күнделікті тұрмыс тәжірибесінің қорытындылары осындай тыйымдарды шығарған. Көк аспан астындағы қара жердің құтын сақтайтын бұл да бір жолы. Екінші тыйым, көктемде келген жыл құстарына тиіспе. Құста Құдайдың жаратқан бір жан иесі. Бізге ұқсамаса да, өздеріне тән өмір бар. Өсіп өну үшін я салады. Балапандарын қанаттандырады. Құс жаратылыстың әрін сәнін кіргізеді. Төңіректен кебілейді. Көктемде келген бір құстың өзі күзде қанатты керуен. Жылы жаққа кетерде 4-5 болып қосылады. Көктемде жазықсыз бір құсты өлтірсең, одан өрбейтін 4-5 құсты да өлтіргенің. Сөйтіп оның тұқымы азаяды. Сөйте табиғат жұтайды. Үшінші тыйым, көктемде жерде қыбырлаған, жыбырлағанға тиіспе. Бүкіл әлемдегі тіршілік жаратқан неміздің аманаты. Жаратылыста олардың атқарар өз міндеті бар. Тегіннен тегін жаратылмаған. Сондықтан адамдардың оны құрт құмырсқа деп босқа мыжып өлтіруі күнә саналады. Төртінші тыйым, алғашқы төлге қатысты. Қазақтар мал басы кемейді, кесір болады деп, бірінші туған қозылақ, бұзау ботаны, ақ жолтай санап күтімге алады. Кісіге сыйламайды, соймайды, айырбастамайды, сатпайды. Өйткені ол ырымға жаман. Малдың жайын дәл қазақтай білетін қазақ кем десем, артық айтқандық емес. Сол қазақ бір нәрсені түсініп, түйсінген соң, осындай ырымды қатаң ұстаған. Бесінші тыйым, қоңсыға, яғни көршіге тиіспе. Көрші ақысы тәңір ақысы дейтін қазақ қашанда көршімен сыйласқан. Жақсы көрші туысыңнан жақын. Көршіңмен ұрыспай, қағыспай, тіл табысып, ынтымақты болсаң, жанашырың, қол қанатың көбейеді. Қонысымен алакөз болу берекені қашырады. Кірер шығар есігін кемейді. Сыйласар адамың азаяды. Алтыншы тыйым, қонаққа тиіспе. Қонақты қуғаның Құдайды қуғаның деген қазақтар қонақ күтуге келгенде алдына жан салмайды. Шаңырағына сәлем беріп, табалдырығын аттаған адам кеткенше, қонағы түгілі ат көлігіне дейін күткен. Яғни қазақ қай ауылда қонса, өзі де, аты да сол ауылға аманат. Ал аманатқа қиянат жасау әрине күнә. Басқасын айтпағанда, қонақтың қамшысының жоғалуы үлкен сын, ұят жағдай саналған. Ал жетінші тыйым, елшіге тиіспе. Елдестірмек елшіден деп, ел мен елдің арасына дәнекерлікке, бітімгершілікке жүретін арнайы адамға қастандық жасаудың арты апатты, қақтығысқа келеді. Жеке билеушілердің ожар ойынан шыққан шешеніңнің кесірі мен қателігінен бейкүнә халықтың қаны суша аққан оқиғалар болған. Соның ең бір ауыры да сойқан түрі тарихтағы отырар апаты деп аталады. Бұл жойқан соғыс 1218 жылы Шыңғысхан Орта Азияны билеп тұрғанда Хорезм-Шахы Мұхаммедке арнайы елші жіберіпті. Ол екі ел арасына қауіпсіз сауда-саттық қатынас жасау жөнінде мәселе қояды. Мұхаммед ризашылық білдіріп келісімге келеді. Көп ұзамай Шыңғысхан отырарға 500-дей түйелі керуен мен 400-ден аса
адам жібереді. Отырардың қаны қайырған оларды тыңшылыққа келген деп күмәнданып, адамдарын өлтіріп керуенді түгел талап алады. Мұны естіген Шыңғыс хан Хорезм шахы Мұхаммедке екінші рет елші жіберіпті. Ел арасында еркін сауда жасаймыз деп, бейбіт келісімге келіп едік. Отырарда саудагерлерімді түгел қырып, керуенімді тонапты. Егер бұл сенің әміріңмен болса, онда менен соғысты күтіп ал. Ал олай болмаса, қылмыскерді қолыма сал, сазайын өзім беремін дейді. Сонымен Шыңғыс ханның әскері елшіні өлтіріп тастайды. 1219 жылы күзде Шыңғыс хан бастаған 150 мың қол Орта Азияға лап қояды. Оның балалары Шағатай мен Үгетей, атақты қолбасшылар сүбеге жебе бастаған Қарақұм әскер Отырарды қоршайды. Қайыр хан 5 ай қорғап соғысады. Қоршауда қалған халық ашаршылыққа ұшырайды. Сондай күндерде Қаржа Қажып өз әскерін алып, қала қорғанның Софы хан қақпасынан шығып, жау жаққа өтеді. Сол ашылған қақпадан кірген дұшпанмен Қайыр хан тағы да 1 ай соғысып, ақыры қолға түсіп, азапталып өлтіріледі. Әлемге атайгілі гүлденіп тұрған қала түгел қирайды. Халық тұтас қырылады. Дүние жүзінде екінші орын алатын Отырар кітапханасы өртеніп күл болып келбеске кетеді. Сөйтіп екі адамның елшіге жасаған қиянатынан басталған сұмдық алапат 1224 жылға дейін созылады. Сол апатты заманда Баласұғын, Тараз, Сауран, Сауып, Сығанақ тағы басқа қалалар да жермен жексен болған. Әрине, мен зерттеуші ғылым емеспін. Тарихшылардың нанына ортақтасып, үлесіне қол соғудан аулақпын. Елшіге тиіспе деген тыйымға мысал ретінде айтып отырмын деп атам әңгімесін аяқтады. Әңгіме Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» кітабынан алынды. 7 тиімді бұрын сонды естімеген екем. Енді біле жүретін боламын. Ал сіз тыңдарман, бұрын сонды естіген бедіңіз? Шынында да елдестірмек елшіден демекші, елшілеріміз аман болсын.